Саламатсыздарбы балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы жабайы табиғатқа саяхат. Мақсаты таба мен алақанға сүйеніп төрт тағанда биіктетуді, оң және сол қолмен көлденең нысанаға лақтыруды үйрету. Балалар, бұл жабайы жануарлар. Жабайы жануарлар елсіз далада болады. Олар күн суығында да, ыстығында да далада жүріп өмір сүреді. Қимылды ойын аюлар мен аралар. Шарты: омарта алаңның бір жағында болады. Оған қарсы жақта шалғын. Бір шетте аюдың үңгірі. Ойыншылар тең емес екі топқа бөлінеді. Олардың көпшілігі омартада тұратын бал аралары. Аюлар өз үңгірінде. Сигнал бойынша аралар омартадан ұшып шығып, бал іздеп шалған қарай ұзындап кетеді. Аралар ұшып кетісімен аюлар үңгірінен шығып, омартаға жармасып, бал жеп рақаттанады. Нұсқаушының аюлар деген сигналы бойынша аралар омартаға қарай ұшады, ал аюлар үңгіріне қашады. Жасырып үлгере алмаған аюларды аралар шағып алады, қолдарын тигізеді. Одан кейін ойын қайталанады. Ара шаққан аю келесі ойынға қатыспайды. Балалар, бүгін сабақта жабайы жануарлар жаттығуларын орындап шықтық. Жарайсыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.